Жаз әлі басталған жоқ, дегенмен маса, шыбын-шіркей мен кенеден сақтану қажет. Дезинфекторлар өз жұмыстарына кірісіп кетіпті. Осы жолы мамандардың нысаны қалалық саябақ. Мұнда тұрғындар көп шоғырланғандықтан бұл жерді міндетті түрде зарарсыздандыру керек. В этом году у нас Жәндіктерді уландыру жұмыстары қыс уақытында да жүргізіледі. Бұл кезде қар бетіне ұнтақ шашыратамыз. Ал көктем мен жазда арнайы дифокс дәрілік препаратпен жасап, желектілерді суарамыз. Нәтижесінде маса мен кенеден арыламыз. Айына 2 мәрте осындай жұмыстарды жасаймыз. Бұл дәрі адамға кері әсерін тигізбейді. Таңғы сағат 5-тен 10-ға дейін қызметімізді жүргіземіз. Қалалықтардың демалысына кедергі болатын себептің бірі ұсақ жәндіктер. Олармен күрес жылда жүргізіледі. Тұрғындар маса мен кенелерді уландыру жұмыстары қажет екенін жасырмайды. Енді шыбын темендерді бәрін обязательно жоқ қылу керек қой, енді бала шаға барады. Зиянды әсерін тигізеді, әсіресе балаларға жағады, қанын сорады, аллергия. Сондай заттар пайда болуға тиісті, сондықтан содан қорғаймыз.